Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай өте дәмді, өте әдемі, жұмсақ блиныдан жасалған рулет дайындайтын боламыз. Кәдімгі блиныдың рецепті десе де болады. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды, ұмытпаңыздар. Бізге 5 жұмыртқа қажет. 5 жұмыртқаны ыдысымызға салып, жақсылап венчикпен араластырып, шамалы сода қосамыз, 1 ас қасық шекер қосамыз және 400 мл сүт қосамыз. Жылы сүт қосып араластырамыз. Ерітілген май қосамыз. Тағы да араластырып, тұз қосып, ең соңында ұнды қосып отырып, осылай венчикпен жақсылап араластырамыз. Ешқандай іртік болмай, әдемі сұйықтық болып шығу керек массамыз. Міне, сіздерге жақыннан көрсетіп жатырмын. Үлкен табамызға пергамент төсеп, сұйықтығымызды құямыз. Осылай барлық жеріне жеткізіп, пешке 180 градусқа 30 минутқа қоямыз. Ендігі кезекте рулеттің начинкасына осылай клубника саламын. Кез келген жемісті пайдалансаңыздар болады. Біздің рулетіміз пісті. Өте жұмсақ, өте әдемі болып пісті. Пергаменттен осылай босатып алып, сгущенка, жарты банка сгущенканы құйып, барлық жеріне жеткіземіз қасықтың көмегімен, жағып, әдемелеп. Жаңағы турап дайындап қойған клубникамызды ортасына саламыз. Рулеттің ортасына сливки пайдалансаңыздар да болады. Енді осылай орап шығамыз. Ыдысқа орналастырып, бетіне әсемдік үшін қара шоколадты ерітіп, осылай әсемдеп шықтым. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Және клубниканы осылай кесіп қойып шықтым. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Балаларыма да қатты ұнады. Жасалу жолы да оңай. Ең бастысы өте дәмді. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.